Бүгін Алланың қалауымен Юсуф сүресінен бастап жатырмыз. Бұның әрине өткен жолы себебін айттық. Біз Құранның ортаңғы жағында не өткенінен көбіміз бейхабармыз. Құранның орталарында бізге не айтылды, қандай сүрелер, қандай мазмұнды аяттар бар, солардан көбінес бейхабармыз. Көпшілік жамағат Құранның басында Бақара сүресінен хабар болса, немесе аяқ жағында жаңағы төменгі қысқа сүрелерден хабардар болса, ортаңғы жақтағы керемет сүрелердің ахуалдарынан бейхабар. Сол себептен ортасынан бастағалы жатырмыз. Енді не үшін Юсуф сүресінен бастап жатырмыз дегенде де, Юсуф сүресін Алла Тағала Ахсанул Қасас дейді. Ең керемет қисса дейді. Ең керемет қисса қай сүре? Қай қисса? Юсуф алейхиссаламның қиссасы. Оның өзіндік себептері бар. Құдай қаласа сабаққа кіріскен кезде айтылатын болады иншалла. Қасиетті Юсуф сүресі атауынан белгілі. Кімнің аты болған? Пайғамбардың аты болған. Дәл сол сияқты бірнеше пайғамбардың атымен келген сүрелердің аты бар. Мысалы, Худ, Юнус, Юсуф, Нух, Ибрахим, Нух, Мұхаммад. Сол сияқты бірнеше сүрелердің аты осылай пайғамбарлардың атауымен келген. Өзіндік хикметтері де бар. Бұл енді Заватур Ра деп атайды ғұламалар. Мына Алиф, Лам, Ра менен басталатын сүрелердің қатарында жатыр Юсуф сүресі. Яғни Юсуф сүресі де қандай әріптермен басталады? Алиф, Лам, Ра менен басталады. Алиф, Лам, Мим бар, Алиф, Лам, Мим, Сад бар. Сол сияқты Алиф, Лам, Ра деген бар. Оның да Алланың алдында бір ғайыпта бір хикметтер бар әрине. Енді бұл сүренің 1-ші, 2-ші, 3-ші аяттары және 7-ші аяты мәдәни дейді, яғни Мәдинада түскен аяттар дейді. Қалғандары Меккеде түскен аяттар дейді. Түсінікті? Кейбір сүрелер осындай болады, кейбір аяттары Мәдинада түскен болады. Кейбір аяттары Меккеде түскен болады. Түсінікті? Оны енді ғұламалар анау аяттың несіне қарай, хадистердің ішіндегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөздеріне қарай не істейді? Меккеде түскендігін, Мәдинада түскендігін ажыратып біздерге береді. Худ сүресіменен алдыңғы сүременен байланыстары бар. Худ сүресінде ең қатты қозғалатын тақырып, яғни ең негізгі Худ сүресінде қамтылатын тақырыптар таухид, Алланың жалғыздығы баяндалады, ғибадат, құлшылықтың және де нида, шақыру, қиыншылықтарда кімді шақыру керек деген сияқты. Ал Юсуф сүресінде қарасаңыз, ғайып ілімі, тасарруф, яғни бұл өмірдегі болып жатқан мына әлемдегі жүйе кімнің билігінде болып жатыр, кімнің қалауында болып жатыр. Бұлардың бәрі осы Юсуф сүресінде баяндалатын болады. Яғни былай айтқанда анау бұрынғы Худ сүресіменен керемет байланыстары бар, Құдай қаласа. Енді Юсуф сүресінің түсуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір қайғы мұңды сейілтқан болатын. Ол қандай? Білеміз бе? Бір қайғы мұңды сүйікті пайғамбарымыздың өмірінде қатты қиналған бір кезеңі болды. Бәрекелді.
көкесі Хамза радиаллаху анху және Қадиша анамыздың дүниеден кетуі қатты жанына батқан болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Юсуф сүресін жібергенде, аяттарын түсіргенде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көңіліне бір басу айтқандай, Аллах Тағала сондай бір мейірімі мен керемет аяттармен жүрегіндегі қайғы мұңды бір сейілткен болатын. Ұқсастықтары бар. Юсуф алейхиссаламның неше тумаласы болды? 10 тумаласы болды. Беньяминді алмағанда. Беньяминмен 11. Дәл сол сияқты 10 тумаласы не істеді? Оны құдыққа тастады, оны сатты деген сияқты қорлық көрсетті. Бірақ Алла Тағала оны биліктің басынан анау патшалық деңгейіндегі сондай мансаптан бір шығарды. Енді дәл сол сияқты, ей Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, сенің де тумаластарың, туыстарың, яғни Меккедегі Құрайштықтар, өзінің көкелері, сені сыйдыртпай қиыншылықтар көрсетіп жатса, кезінде Юсуфты да осылай сынағанбыз тумаластарымен дегендей басу айтуда. Ұқсастық пайғамбарымыздың өмірі. Енді сәбәбі нұзулы жайлы ғұламалар былай дейді. Бірде Меккелік кәпірлер, Құрайштықтар бас қосып, мына біздің арамыздан шыққан өзім пайғамбармын деп жүрген Мұхаммедті бір сөзбен айтқанда ісінен қайтаратын, тоқтататын бір амалын іздеп табуымыз керек деп шығады. Бас қосып, осыны жоспарлайды. Сол кезде біреуінің ақылы бұлай болады. Біз енді мынаның айтып жатқаны шынында ол Құран, бұл Алланың сөзі ме, емес пе, біз қайдан білеміз? Енді бұрын кітабы болған еврейлер, христиандар білмесе, ажыратамаса, біз оны қайдан ажыратамыз? Соқыр тауыққа бәрі бидей. Сол айтқандай, біздер соқырмыз, кітаптан хабарымыз жоқ. Ендеше біз еврейлердің жанына барып, бір сөзбен айтқанда осы Мұхаммедті тоқтататын бір жолдарын сұрайық дейді. Олар еврейлердің алдына келіп, сендерде баяғыда кітап түскен, Таурат, Інжіл деген сияқты өздеріңіз атау берген, немесе сеніп жүрген кітаптарыңыз бар. Сол сияқты кітаппенен мынаның алып келіп жатқан аяттарының бір ұқсастықтары бар ма бір-біріне? Соны қалай ажыратамыз? Біздің арамыздан шыққан мынау Мұхаммед деген кісі саллаллаху алейхи уассалам, бұл тоқтатпай жатыр. Біз қалай тоқтатамыз бұны? Сіз айтыңыз бізге, жолдарын айтыңыз деп, еврейлердің ғалымдарына келген кезде, еврейлердің ғалымдары не дейді? Ол өзі оқыған адам ба? Оқыған, тоқыған, сауаты бар адам ба? Жоқ дейді. Жетім өскен бала қайдан ол? Ешқандай сауаты жоқ дейді. Онда сендерге бір жол, бірақ сұрақ сұраңдаршы, көрейік, біле ме, білмей ме? Бір, мынау Бәни Исраил қауымы, еврейлер, қалайша Шам өлкесінен, Шам деген о кезде мына Палестина, Иордания, мына қазіргі Сирия, Ирак бәр аймағы Шамға кіреді. Негізі Ибрахимнің ұлдары Исхақтан кейін Жақып қойында. Бірі, ол Сара анамыздан болған. Сара анамыз өте сұлу әйел болған. Тіпті Юсуф алейхиссаламның бойындағы сұлулық Сара анамыздан, яғни нағашы жұртынан дарыған деп айтады ғұламалар. Сара анамыз өте сұлу болған әйел. Хажар анамыз, ол білеміз тоқалы, тоқалдан кім туады? Исмаил алейхиссалам туады.
Енді Исхақтан Яқуб алейхиссалам туған кезде Ибрахим Исхақ ұлы және Яқуб немересіменен олар Палестинада өмір сүріп жатқан болады. Енді сұрау, Палестинадан Мысырға қалай көшіп барды, олар не себеп болды деп сұрақ қойыңыздар дейді. Ол тарихты білетін, немесе Тәураттан, Інжілден хабары бар адам болмаса, бұлай адам білмейді дейді. Өздерінше енді осыменен тоқтатасыңдар деп тұр ғой енді бұлай айтқанда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келеді. Расулуллах саллаллаху алейхи уассаламға да алдын ала уахи түседі. Осындай адамдар келеді саған. Сұрап келеді осындайлар. Бір риуаяттарда сонымен қатар жаңағы Каф деген асхаб бар ғой, ұйықтап қалған. Соны сұраңдар дейді. Және жаңағы Зұлқарнайнды сұраңдар дейді. Бір риуаяттар айтады, мына екеуі бөлек отырыста айтылды дейді. Яғни мынаны сұрап келгеннен кейін мынаны білді ғой деп келіп, онда мынаны сұраңдар деп тағы сұрақ жібереді дейді. Түсінікті? Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп Юсуфтың кешіресі, мына кімнің? Бәни Исраил қауымы қалайша қоныс аударды мына жаққа. Бұлай айтқанда бір күндері біреу, мысалы біздің де тарихымызда бар, ашаршылық кезеңде жан жаққа не қылып кетті? Бытырап кетті. Бір бала келетті, әкесінен сұрайды. Әкешім, осы біздер қазақ емеспіз бе? Қазақ деген елде тұрмаймыз ба? Тұруымыз керек емес пе? Біз не істеп жүрміз Өзбекстанда? Не істеп жүрміз мысалы Түркменстанда, Иранда, Афганистанда? Деп сұрақ қояды. Сосын оның тарихын білмесе, ұят қоя. Сөйтетті тұратта осындай кезеңде, осындай құдайсыз бір өмір басталған кезеңде, ата-бабаларымыз амалсыз қолдан жасалған ашаршылықты шыдамай, дінін аман сақтайым деп, елін, бала шағасын аман сақтайым деп, амалсыз кетті. Тарихын айтып бастайды. Дәл сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға аяттар міне егжей түскен ғой. Юсуф сүресі түгелдей бірден түскен аяттар деп те пікір білдіретіндер бар. Бірақ ғұламалардың бір көзқарастарында не дедік? Бірінші, екінші, үшінші аяттар және 7-ші аят Мәдинада түскен деп пікір білдіретіндер де бар. Осылайша Юсуфтың оқиғасын баяндай келе Бәни Исраил қауымы қалайша Мысырдан бірден шыққандығын, қалайша Мысырға қоныс аударғандығын осы Юсуф алейхиссаламның сүресі арқылы білді дейді ол кісілер. Түсінікті? Бұны бір ғұламалар айтады, еврейлердің өзі де сұраған кезі болды дейді. Тіпті керек болса, жаңада мұсылман болып атқан мұсылмандардан да сұрақ қойғандар болды дейді. Қалайша Яқуб әулеті Шамнан, Палестинадан Мысырға қоныс аударды. Не себеп болды? Яғни қазір бұлай айтқанда Мысыр жақта еврейлер қалай не істеп жүр ол жерде? Я мысалы Мәдина жақта еврейлер жүр. Олар не істеп жүр? Олардың жергілікті тұрақты жері қай жер еді? Палестина. Қалайша қоныс аударып жүр бұлар? Не себеп? Деп тарихтан сұрай бастағанда осы Юсуф сүресі түсіп тұжырымды жауап болған екен бәріне. Әрине Мәдина жаққа көшулерінің себебі не болды? Пайғамбарымыз, соңғы пайғамбар шығады деген үмітпен Мәдина қаласына қоныс аударған болады. Алайда олардың үміттері суға кетті. Қай жағынан? Бұл пайғамбар, соңғы пайғамбар өзімізден шығады деп ойлап жүрген болады. Олай болған жоқ. Араптан шыққаннан кейін қасарысып бастады. Аяттарға кірісейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгін 3 аятқа тоқтайтын боламыз. Кіріспе ретінде және де тәфсірінің ұзақтығына байланысты. Рахымы шексіз
Мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алиф лам ра. Мағынасы не? Бір Алла біледі. Тапсырамыз Аллаға. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka алысқа ишарат етілген кезде, алысты көрсеткен кезде, анау терезе деген сияқты алысқа көрсететін сөз араб тілінде. Анау есік дегендей алысты көрсететін бағыттаушы сөз. Дегенменен бұл сөз кейде мынау деген сөздің де орнына жүреді екен. Түсінікті? Немесе кейде былай түсінуге болады дейді ғұламалар айтады. Мысалы, Алла Тағала уәде береді пайғамбарымызға, мен ол сұрақтарының жауабын не қылам? Түсірем. Немесе уәде берем, сондай аяттарды жіберем. Анау айтқан аяттар бар еді ғой, міне деп түсіріп атқаны дейді. Tilka ayatul kitabil mubin. Бұл аяттар ашық баяндалған құжат болатын, құжатқа дәлелге жарамды қасиетті кітаптың, яғни Құранның несі? Аяттары. Бұл аяттың ішіндегі әл-китапты, tilka ayatul китап дегені, мына кітаптың аяттары дегенде ғұламалар лаух махфузды да айтқан екен. Лаух махфуздан түсіп тұрған аяттар деп айтқан екен. Түсінікті? Сол үшін тилка сөзі кетіп жатыр. Анау лаух махфуздан сіздерге түсіріп жатқан ашық баяндалатын, құжат болатын аяттар бұл деп. Инна анзалнаху Qur'anan арабия. Юсуф сүресін ашайықшы. Сөткілерімізден ашайық. Программалар бар ғой, сәждеде бар. Құран оқып үйренейік деген. Қазақшасы бар қазір, Құдайға шүкір. Аштық ба? Аллах Тағала бұл кітапты Әл-Китабул Мубин деп баяндады дейді. Яғни, аяттары қияметке дейін ешкім оған қарсы шыға алмайтындай деңгейдегі құжат болатын, құжатқа жарамды аяттар дейді. Түсінікті? Және мубин деген сөз баяндаушы деген неден де келеді? Сөздің түбірі баяндаушы. Нені баяндайды? Ақ пен қараның арасын ажыратушы баяндайды соны. Жарық пен қараңғылықтың арасын ажыратып баяндап береді соны. Таухид пен ширктің арасын ажыратып береді. Сонымен қатар барлық жақсылық, жамандық, халал мен харамның арасын ажыратып береді. Нық қылыштың қылдай ешқандай бір мына жаққа бір өтіп кетпейтіндей бір неменен кескін түрде айталады да, аяттар сондай кескін, ашық құжаттар. Құран соңғы пайғамбарға соңғы түскен кітап болғандықтан осындай артықшылықтарға ие. Ешкімнің қолы жетпейді, ешкімнің дәті бармайды, енді дәті барған адамдар бар, мұлай айтқанда ешкімнің шамасы жетпейді Құранның аяттарын өзгертуге. Түсінікті? Ешкімнің қолынан келмейді. Енді инна анзалнаху Qur'anan арабия дейді. Біз Құранды араб тілінде түсірдік. Неге? Араб тілі бізге түсінікті ма? Пайғамбардың тілі араб тілі, иә.
Ау? Тілдердің ішінен араб тілін таңдады дейді. Бұған бір хикмет ғұламалар айтады. Ең алғашқы тіл және жәннаттағы тіл. Ең алғашқы тіл дегенде адам ата Хауа анамыз ең бірінші бір-бірімен сөйлесу керек қой, енді былай айтқанда әлемге келді. Мына мүмкін біреулеріміз қызықпайтын шығармыз. Олай барып зерттеп қарамаған шығармыз. Осы адам деген қалай басталды өмірі? Мына жерде өзіміз өмір сүріп келіп кетіп атқан бір жүйе болды мысалы да. Ол қалай басталды? Ол бір-бірімен қалай сөйледі? Қай тілде? Қалай атауларды берді? Мысалы, мынаған мен бердім, мынаған михраб берді, мынаған мысалы мен берді, тағы басқа деген сияқты атауларды қалай берді? Барлық мына жаратылған нәрселердің бәріне енді ойланып кел, мынаған мынандай дейік, анаған анандай дейік деп отырса шаршайды. Бүкіл өмірін арнаса да заттар бітпейді мысалы. Солай ғой. Бұл арада қалай болып кетті дегенде ғұламалар айтады. Ең бірінші адамды жаратқан кезде бір-бірімен тілін түсінетіндей, тіл ретінде не берілді дейді? Араб тілі берілді дейді. Бұл бір ерекшелік. Енді бұған енді былай айтқанда сын айтатындар да бар шығар. Мысалы, адам атамыздың тілін Сурияни немесе Айбрани болған деп те келтіреді. Сурияни, Айбрани деген тілдер, мынау ежелден бастап адамның несінде тіркелген тілдер мысалы. Кейін білеміз ғой, анандай басқа тілдер, нелер әртүрлі. Қазіргі таңда қарасаңыз, әлемде пәленбай мың тіл бар. Бірақ енді бір таң қалдыратын жайт, тілдердің ішінде қазіргі таңда да интернетке барып теріп қарасаңыз, ең былай айтқанда сөздік қоры көп, сөздерінің түбірі бар, ар жағы қай жерден келген, қандай сөз құрамы қалай болған деген сияқты барып зерттеп қарасаң, араб тілі шығып тұр. Мысалы, бізде сөздік қорымыз қанша? Білеміз бе? Қазақ тілінің сөздік қоры қанша? 40? 30 миллион? Санымыз 30 миллион болған жоқ ана. Миллион? Мың? Мың ба? Мен миллионды шығарды кешіріп қойыңыз. 30. Кешірім сұрайын, мен миллион деп ойладым да. Себебі араб тілі 12 миллион 302 мың 912 сөз екен. Қанша? 12 миллион. Енді Алла Тағала не үшін араб тілін таңдады дегенде қарасаңыз, тонау әу бастан бері араб тіліне сын айтарлық бір мысалы. Араб тілінің қазіргі таңда тіпті басқа тілдерге де несі болған тілдерін қарасаңыз, мысалы бізде кез келген ғылыми, қазақ тілінде кез келген ғылымға сүйенетін әдептілік, кез келген жақсылық бағыттағы сөздерді қарасаңыз, араб тілінің түбірінен алынған қарасаңыз. Мысалы, қалам. Қай жерде алынған? Жазатын біздегі құрал. Арабтарда да қалам. Ол бұрыннан және келген. Біздің енді тарихымызды алатын болса, қазақ осындай уақыттан бері шыққан деп келтіреді, я? Түркі болған, түркіден кейін мынандай бөлініп қазақ деген сияқты, я? Енді бірақ араб әу бастан қаламға қалам деген. Дәптер, дәфтарун. Кітап, кітап, кітабун. Басқа. Мысалы, тәуекел ет. Тәуекел, тәуәккүл Аллада. Кез келген қарасаңыз, бұл ешқандай бір ұяты да жоқ және. Неге?
Ол Алланың қалауы. Осылай елдерді не қылады? Шығарып, тілдерді. Сөйтеді, Алла Тағала аят жібереді, былай дейді. Рум сүресінде келеді. وَمِنْ آيَاتِهِ Алланың бар екендігінің, жалғыз екендігінің бір нышан белгісі дейді. İhtilafu elsinetikum дейді. Сендердің тілдеріңіздің әртүрлі болуы. Қалай? Әртүрлі сөйлеп жүрулеріңіздің өзі. Әр тілде сөздік қор болып, бір-бірін түсінбейтін, мысалы, бір-бірін ғана түсінеді, басқа біреулер түсінбейтін, бір ұлт-ұлтқа, ру-руға, қауым-қауымға, тіл-тілге бөлінгендігіңіз, бұның өзі Алланың жалғыздығын білдіртеді ғой дейді. Түсінікті мәселе? Қалайша? Мысалы, бір бұрындары тасқа сыйынды адамдар, Алла сақтасын. Қазір де бар буддистер тасқа сыйынады. Соларды Құдай ретінде көреді. Бір тасқа енді әшейінде ол ешқандай тілді түсінбейді негізі. Бір арабтардың Құдай сақтасын сыйынып жүрген тасына қазақтар барып қазақша сөйлесе таңғалады ғой, біле ме тілі? Құдай сақтасын да, енді Алла сақтасын. Өзбектер, орыстар барса, мысалы, әртүрлі тілде түсіндіре ала ма, сөйлеп түсіне ала ма? Ол түгіл тірі адамы түсінбейді, мысалы, кейбір тілдерін, е? Бірақ Алла барлығын біліп, ешкім көмектесе алмай отқан жерде Алла ғана көмектеседі. Бұның өзі үлкен дәлел. Алланың жалғыз екендігіне, күшінің, құдіретінің шексіз екендігіне. Хикметтер өте көп, енді мына араб тілінде түсірудегі несі. Және де білеміз, ол кезеңде жер бетіндегі ең қатты адасуға берілген ел, халық араб болған арабтар. Көбі қазір дінді былай қарайды екен. Мысалы, сын айтатындар былай дейді. Сендер арабтанып барасыңдар дейді. Сендер мына Саудия Арабияда не болып атқан білмейсіңдер деп қояды. Бұл сын айтушы адамдар негізі ойлап қарасаңыз, Саудия Арабия дегеннің өзін қай кезден пайда болған? Саудия Арабия деген ел қай кезден пайда болған? 1930-дан бері, яғни былай айтқанда 2 ғасыр болған болды. 1 ғасыр болды Саудияның пайда болғанына. Дін қашаннан бері бар? Түсінікті мәселе? О кезде тіпті Саудия Арабия дейтін территория бұлай бөлінбеген, шекара бөлінбеген әлі. Қазір 40-қа бөлінген араб мемлекеттері барлығы бір неде болған. 13 ләхжа деп айтады. 13 ләхжа дегені қазіргі таңда да бар. Мысалы, біздің Маңғыстаудың сөйлеу мәнері менен Шымкенттікі бөлек, е? Оған не дейміз? Диалектілерді енді. Араб тілінде 13 диалект бар екен. Қазіргі таңда да бар. Соның енді Құранның өзінде де қарасаңыз, қарилардың әртүрлі диалекті барып оқитындығы сол себептен. Түсінікті? Себебі сол сөз, мысалы, Маңғыстауда түбірі, мысалы алайық, бір ақылға сүйенетін бір ақыл деген сөз болатын болса, ол сөздің енді былай айтқанда Маңғыстауда айтылуы бөлек, Шымкентте айтылуы бөлек болғандай, арабтардың тұратын елді мекендеріне қарай не қылған? Бөлек-бөлек айтылған. Сол үшін қариларды 10 қарағатта оқиды Құранда. Түсінікті мәселе? Нахну нақуссу. Біздер енді ойлануларыңыз үшін лааллакум таақилун, біз араб тілінде түсірдік. Сендердің ақылдарыңызға салып осыны ой жүгіртесіз деген үміттеміз.
сенеміз деп тұр Алла Тағала. Сіз осы мәселелерді ойланасыздар. Шын мәнінде ақыл жүргізетіндер бар, ғалым, ғұламалар бар, кәдімгідей күн түн зерттейтіндер. Бізге енді біз жаңағы әйтеуір жұмысымызға барып кел, күнделікті жұмыс, жаңағы мектеп оқып бірдеңемен шұғылданып жүрген адамдар енді қарапайым. Бірақ ғалым, ғұламаларды қараңдар, немен шұғылданып жүр? Осындай нәрсенің бәрін зерттеумен, соны зерттеп бір кәдімгідей не қылып шығарғандай қылып. Нахну нақуссу алейка ахсанал қасас. Біз саған ең кереметті қиссаны баяндап беретін боламыз дейді. Ва ин кунта мин қаблихи ла минал ғафилин. Расында сен бұны баяндамастан бұрын бұл қиссадан не едің? Бейхабар едің. Нахну нақуссу алейка ахсанал қасас. Біз саған ең кереметті қиссаны баяндайтын боламыз. Бима аухайна илайка хадал Құр'ан. Уахи арқылы. Біз осыны уахи менен саған осы Құр'анда түсіру арқылы не қыламыз? Жеткіземіз. Ва ин кунта мин қаблихи. Расында сен болдың осыдан бұрын. Ла минал ғафилин. Осы аяттардан бейхабар. Осы айтылып атқан қиссалардан сен бейхабар болдың дейді. Юсуф сүресін Ахсанул қасас деп Аллах Тағаланың өзі ең кереметті қисса деп баяндауында не себеп бар дегенде ғұламалар айтады. Бір, себебі бұл қиссаны бастан аяқ Аллах Тағаланың өзі баяндап береді. Әлемдердің Раббасы сіз бен бізге Юсуф сүресінің қиссасын бастан аяқ болған оқиғаны, айтылған әңгімені баяндап береді. Екі, бұл қиссаны түгелдей аят қылып уахи ретінде жібереді. Уахи етіп пайғамбарға түсіреді. Үш, өте ғибрат толы қисса. Төрт, фасаха мен балағада шешендік сөздің құнарлылығы жағынан қарағанда сын айтылмайтындай сондай деңгейдегі аяттар. Бес, нәпсті тәрбиелейтін қисса. Алты, бұл қиссадағы тағы бір ерекшелік мына тәдбир. Тәдбир дегені парасаттылық, ой жүгірту деген тақырыптарды ашып береді бізге. Жеті, қаланы, ауылды, елді мекенді басқару саясатын үйретіп береді. Бұл айтқанда бір деңгейде қалдыртып атқан жоқ, көрдіңіз бе? Өсіре келе, тіпті өзіңнен асып, өзгелерді жақсылыққа қамти алатындай бір күшке ие қылады. Джалалиддин Руми рахимаулланың сөзі болса керек, жас кезімде бәрін айтып, барлығын өзіме қаратып, басқаруды қалап едім дейді. Жайлап нәпсіменен шұғылданып, тағы басқа бәрін не қылған кезде, өзімнен басқасына шұғылданатындай уақытым жоқ сияқты дейді. Жаңағы өзімді тәрбиелеу, оның өзі бір үлкен дүние екен деп шықты дейді. Яғни былай айтқанда адам жаңағы өзін басқарып, өзін былай дамытып, өзін биіктерге көтерудің өзі бір үлкен жақсылықтар. Енді оғанда бірталай білім, жаңағы көрегенділік, жаңағы бәрі қажет болады. Өмір қажет болады. Бұл Юсуф сүресінде тағы айтатын болсақ, екінің біріне берілмейтін бір нығмет, бұл түсті жору деген тақырып. Тіпті бір кітаптар оған бас та қатырмайды. Бірақ біздерде ұйқы деген әлем бар. Біз тірі жүрміз.
ұйықтаған кезде бір өлгендей, әлемнен шығып кеткендей, сол ұйықтап атқан кезіміздегі көріп атқан түсімізді кейін өмірімізде көріп, немесе өмірімізде бір жақсылыққа қарай бағыт алып, сол түс арқылы жамандықтардан бір аман қалатындай бір Алладан келетін бір сондай нәрселерді осы қиссада көреміз. Мысалы, бізден бір кәпір келіп түс сұраса, түсін жорып беруін сұраса, өзімізше ойлануымыз мүмкін да, ой, кәпір адамда не түс болады? Өзімізше ойлануымыз мүмкін, кәпір адам түсі жорылмайтын да шығар, тіпті керек болса деп. Солай ғой. Алайда Юсуф алейхиссалам сол кездегі Фирғауынның түсін жорып бере ме? Ел халықты түс арқылы аман қалдыра ма? Ел қырылайын деп ел қырыла жаздайын дейді мысалы. Соны патшаға, кәпір сол кездегі патша Фирғауынға түсіне Алла Тағала көрсетіп, сол түсін Юсуф алейхиссалам жорып беріп, зынданнан шығуына себеп болып, сол түсі жорып беруі. Және де ел халықты аман қалдыруына бір себеп болады. Не деген өмір қарасаң. Осы қиссада, осы Алла баяндап жатқан осы Юсуф қиссасында ғана көреміз оны. Діннің тіректері болған таухид, жақсылық, ізгілік деген тақырыптарды көреміз осы неде. Кешірім деген тақырыптарды көреміз. Юсуф алейхиссаламның тумаластарын кешіруі, сабыр, истиқама, шыдамдылық, жана сабырлық деген нәрселерді көреміз. Және бойымызды сонымен түзетеміз деген сияқты. Дұшпаныңа болса да жақсылықты қалап тұрып, жақсылық жасауға шамаң жетсе жақсылық жасау деген тақырыпты үйретеді. Енді ойлап қарасаңыз, Юсуф алейхиссаламға деген небір қорлықтар бар, алдағы аяттарда қазір бұйырса келесі жолдары тоқтаймыз. Небір қорлықтарды көреді. Қорлық көрген адамдарына бірақ жақсылық жасап тұрады. Еш бірде бір жамандық жасаған көрмейсіз. Не деген керемет адам дейсіз. Кез келген адам онымен жолығады, мақтайды. Инна нарака минал мухсинин. Сен жақсы адамдардың қатарында көреміз сені дейді. Бұлай айтқанда көрдіңіз бе? Бір қалыптылық деген нәрсені үйретеді. Жақсы адам ба? Жақсы адам болып қалып. Бізде өзіміздің стандартымызға саламыз. Жаман адаммен жаман болу керек деп шығамыз. Бірақ Юсуф алейхиссаламға жаман адамда келіп сен жақсы адамсың дейді. Жақсы адамда келіп сен жақсы адамсың дейді. Бір қалыптылық. Жақсы адам ба? Жақсы адам болып қалу деген тақырыптар. Көре алмаушылық деген тақырыптарды көресіз. Ең соңғысы Алланың қалауы болады. Адамдардың қалауы емес деген тақырып. Сол бойымызға сіңетін болады осы сенімдер, осы жақсылықтар. Осы Юсуф алейхиссаламның сүресін өтумен, тәфсірлеріне ой жүгіртумен өмірімізді сондай гүлдетіп, апарып биіктерге көтеруімізге болады екен. Алла бір күні атақ беріп, даңқ беріп, мансап берген кезде де ана атақ, даңқ, мансап емес, мақсат Алланың анау биік дәрежелері болып кеткеннен кейін, олардың тек бір Алланың берген нығметі ретінде қарап, сөйтіп сол нығметпен Алланың разылығына жету деген тақырыптарды бәрін осыменен үйренетін боламыз иншалла. Сол себептен де бұл сүре Ахсанул Қасас дейді. Түсінікті? Яғни бұл сүре қиссалардың ең кереметі. Түсінікті? Осы менен бүгінше кіріспе ретінде тоқтайтын боламыз. Алла сізден және баршамыздан разы болсын. Алла Тағала алып жатқан ілімдеріңізге береке берсін. Мынау бастаған ілімімізді аяғына дейін жақсы
ойлармен, иншалла ой жүгіртумен өмірімізге келгеніңізде амал істеумен Алланың разылығына жетуімізді Алла Тағала нәсіп етсін. Субхан раббика раббил иzzати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин.